Ассалаумағалейкум, Семетей бауырлар, ауыл ел, бала-шаға, мал-жан аман ба? Алла дендеріңізге саулық берсін, қарттарыңыз аман болсын. Мынау Асылхан бауырым, осы саған көп рахмет. Енді сол бірінші Алланың қалауыменен істер бітеді ғой, сол Алла қолдаса деген сияқты. Сол Алланың қалауыменен міне биыл былтырғы жазда енді күзге салым Бейсенбай бабамыздың асын бердіңіздер. Міне рахмет көп. Мынау Ақтөбеден көптеген жігіттер барды, біраз сол үлкендері. Енді сол Мейрамбай екеуміз осы район орталығында Зинатбек деген ағамыз бар. Осы кісілер сол ырза болып қайттық бәріміз де. Өте көңілден шықты істеген істеріңіз. Жаңа Мейрамбай көкелеріңізді айтып жатыр ғой енді. Сол өте ырзамыз. Не айтамыз? Күтіп алып, қарсы алып, шығарып салу деген не? Біз әрбір үйге бөлгенде жаңағы Мейрамбай көкелеріңменен серігінімнің үйіне бардық. Алдында Мейрамбай айтатын, ой керемет кісілер деп, мінекей көзбенен көріп, өзіміз көңіліміз марқайып, сондай. Мінекей ойдағы жүрген көп арманымыз сол Басқосуға бару еді, сол орындалып, ырза болып қайттық. Біраз бауырлармен таныстық. Bir шеті анау Тәуелбай елінен келген азаматтар, Ғалымжан бастаған. Осы өзіміздің Қазақстанның ішіндегі бүткіл Қаратамыр Семетей ұрпақтарыны біразын көрдік, мінекей. Бәріңе де алғысымыз шексіз. Ас ойдағыдай өтті. Айтарлықтай келіп алып, біраз бізді айтып жатырмыз ғой. Келген қонақтарға жаңағы шығарған шежірені көрсетеміз, мақтанып. Омырауымызға тағып келген орденімізбен мақтанып жатырмыз. Бәрі де ой керемет деп әйтеуір. Мінекей оның бәрі сол сояқта Асылхан бауырым, сол сіздердің, сенің қасыңдағы бүткіл қызмет істеп көмекші болған жігіттердің арқасы. Сендерге алғысым шексіз, көп. Алла ғұмыр берсін. Мынау Жамбылдан, Тараздан Ержан бауырым, ол шежіре мынау адамның қолынан келмейді. Оны енді көптеп көмектеп, мынау жинақтап берген бір басқа да, оны шығартып, ананы ретке келтіру бір басқа. Ол анаған қаншама ми. Ол оңай шаруа емес. Бәріңе де алғысымыз шексіз, айтар. Көп. Алла ғұмыр берсін. Істеген істерің алға баса берсін.